Ассаламу алейкум, урметлі серджілер. Бу UATV студияда. Украина хаберлері бүгін майысының 25-ші жұма күні. Украина президенті селялы куветлерді стугна танкларға қаршы ракета комплекслерінің сайысыны арттырмаға авале етті. Бұның ақында Петро Порошенко Львив вилетінде кечірілген мушавереде білдірді. Оның сөзлеріне көре стугнаве Американың Джевелин комплекслерінің сынавлары муафақиятлі кечті. Я особисто перевірив. Жебеде бригадаларымыздың стугна яныне сельземаневи танкларға қаршы васталары летемин әтілмесіні севесі шақсен тәшкердім. Ве яқын вақытта сынырлав йолағында бригадаларының бұселәйлі теменленмесіні артырмаға авале еттім. Хайт етмеге естередім ки, стугна сынавлары муафақиет еле кечті. Сынавларда бұрчоқ кере болундым ве стугнанын азами месефеден нишанға ұрып оламағанны жібір вақыт көрмедім. Дональд Трамп Шимали Кореяның лидері Ким Чен Ын еле юнның 12-сіне планаштырылған күрішівіні лягу етті. Шимали Корея лидеріне мунасип мектуб ақайвының сайтында басылды. Трампның айтқанына көре бұның Ким ЧенЫнның соңғы баянатлары себеп болды. КНДРның ачық дұшманлығы көстерілді. Шимали Кореяның тышқы ешлер назерінің муавины есе мемлекетінің Америка Бірлешкен Девлетлері еле мунасибетлеріні ейлештірмегеве, эранги вақытта ве шекілді көрішмеге азыр олғаныны білдірді. Кеченлері КНДР кеметі Пхунгере Озек полигонында уч тоннелінің бұзалыжығы қында білдірді. Бұна АБД, Қытай ве Бұйық Британиядан 24 ел журналисті давет етілді. Халқара мутихасысларға ерішім açılmadı. Екебен 6 сенесінден Пхунгере полигонында 6 Озек сынавы сонкесі бұлтыр кечірілді. Киев Русияның Украинаға қаршы алып барған тәжавузына алақасы олған шахыс ве шіркетлерге низбетін санкцияларны кірсетті. Санкциялар жедвелі Украина президентінің сайтында басылған. Оларға 1748 адам ве 756 шіркет кіре. Сынырлав тәдбірлері учсенеге кірсетілі ве активлерінің блоклавыны оларының Украина тышына чықарылмасына ясақны Әмді мемлекетке кірішінің ясақ етілмесіні көзде тұта. Жедвелге қошылған яны шақыслар арасында Газпром рейсі Алексей Миллер, Русия миллиардерлері Олег Дерипаска ве Игорь Ротенберг, Украин сынырлав тәдбірлері әвел Бірлешкен Девлетлер ве Авропа мемлекетлері тарафондан көрсетілген сынырлавлар әле низбетлештірілді. Ишғал етілген Қырымда фаал Эрвин Ибрагимовның зорлав тұтып есір етілмесінің тақиқатына қол тұтмақ. Бірлешкен Миллетлер тәшкілияты Авропа бірлігі ве ОБСЕге иш бұчақырывы елі Қырым татар милли мәжілісінің адындан оның рейсі Рифат Чубаров мұражатта бұлынды. Хатырлатқаны ке бұл фаалның тұтып есір етілмесінден 2 ел сонра есе Қырымның ишғал екемияты тақиқатының тақлидіні япа. Бұл есе жинайетінің Кремль режимінің япқан іші. Олғанының көстере. Мақсады Қырым татар халқы арасында қорқу мұйтыны яратмақтыр, дей Рифат Чубаров. Днів ми отримуємо не поодинокі вже. Қырымдан енді бірқач күн девамында Русия ишғалжелері тарафындан кен миқаслы басқы үжімнің башланғаны ақында хабер аламыз. Онлар же Қырым татары милли әрекет фааллерінің тевкейф әтежелігі ақында малюмат аламыз. Русия жазаландырыжы органлары ребелерінің мұнасип мушаверелеріні кечіргені ақында білеміз. Эрвин Ибрагимов бұтын дүния Қырым татар конгрессінің ижра комитетінің азасы. Әкебені 16 сенесі майысының 24-інде белгесі шақыслар тарафындан Бақчасарайда тұтып әсір етілді. Видео незареті камерасы Русия yol тефтішчелері ұрбасына кейінген. Әке шақысының Ибрагимовның машинасыны тоқтатқаны ве оны Ковет yolunun өз микроавтобусына отыртқаныны қайдетті. Бұл сене март айында Эрвин Ибрагимовның ана бабасына білдірілгені кебі, ишғал қанун құройжы структуралары ұғыларының тұтып әсір етілмесі қанда даваны әкебен 17 сенесі сентябрь айында тақиқ етмей. Леон футболчылары 3-ші сене девамында ән престиж клуб ғаниметті Чемпионлар лигасыны қазанды. Кеченлері Киевді Лобановский адына Динамо стадионында Фрэнк қадынлары финалда айрылған қошма вақы девамында Вольсбург тақымыны 4-1
эсабы енді. Ойынын эсас вақыты 0-0 эсабы битті. Вольсбург ойыны азлықта битереді. Леон 15-ші Аврокупын вананы әлді етіп, финалда 7-ші кере иштирак етті. Матчның ән ие ойыншысы Фрэнк Ярымайджысы Амандин Анриалды. Non, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de jouer de tel. O kadar çok tesadüfi ssenariy ve denişmeyle hiçbir vakit oynamaganıdım. Ama neticede pek memnunum ve maçtan son tek güzel hatırlamalarım kaldı. We were really sad, but yeah, it was not a bad. Finalda Frank Leon'una yutkuzganımızdan kederlimiz ama hepsi bir komandamız için güzel mevsimiydi. Ukrayna'nın bu maç için yapkanından gurur duyam. Acayip final ve teşkili tuf bunu her vakit hisseteydik. Musafirhaneden stadionaga kadar politsiya bizni uzgaraydı, mükemmeledi. UEFA ve Ukraynaga minnedarmız. Урметлі серджелер, bu dakikaga bu songi haberimiz edi. Dada çok haberlerini sizler UATV.ua saytımızda көре білесiniz. UATV ile olınız, sağlıqnen qalınız, görüşkенже.